Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін Аллах тағаланың 86 есімі мен 90 есімдер аралығын өтетін боламыз. 86 есім Әл-Мұқсит есімі, өте әділетті, әділ деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала жәбір көрген, қысым көрген құлдарына өз көмектеседі, әділ шешімді орнатады. Біреуден қыспақ көрдіңіз ба, біреуден жәбірлендіңіз ба, Аллах тағала дұға етер, Әл-Мұқсит, сен өте әділеттісің, әділсің, осы ситуацияда осындай болып жатыр, бір өзің жәрдеміңді бере көр деп осы есіммен дұға етеміз. Келесі бізде Әл-Мұқситтен кейін Әл-Жамих есімі, яғни жинаушы, біріктіруші деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала қиямет күні бүкіл жаратылыстардың бәрін жинайды, тіпті қайтыс болып кеткен, шіріп кеткен жаратылыстардың бәрін жинайды, адамдардан бүкіл амалдардың бәрін жинап біріктіріп судья болады. Аллах тағала осы жерде әділ шешімдерді орнатады. Бұл Әл-Жамих есімі арқылы көрініп тұр. Келесі Әл-Ғани, байытушы деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала өте бай, бүкіл жаратылыстардың иесі, байлық шексіз Аллах тағалада. Өзінің бай екен Аллах тағала Әл-Ғани есімімен көрсетіп тұр. Келесі Әл-Мұғни есімі Әл-Ғаниге ұқсас. Аллах тағала мысалы Ғанида бай болса, Әл-Мұғнида байытушы, яғни Аллах тағала өзінің қалған құлдарын байытады, күтпеген өте көп ризық несібе береді. Әл-Мұғни есімі арқылы. Келесі Әл-Маних есімі, Әл-Мұғниға қарама-қарсы. Енді бұл есімді түсініп алайық. Мынандай ой болмасына мен Әл-Мұғниді айтам, Әл-Манихты айтпаймын, өйткені ол тарылтушы деген. Өйткені былай түсінекті, Әл-Маних есімі тарылтушы. Аллах тағала кейбір құлдарының ризық несібесін тарылтады. Неге? Алда болатын жамандықтардан сақтау үшін. Өйткені біз жаман деп ойлаған нәрсенің артында жақсы нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан да Әл-Маних есімі мағынасы осыны білдіріп тұр. Өміріңізде бір қиындық болды ма, оның артында бір қайры бар, Аллах тағала одан үлкен бір қиындықтан сақтап тұр. Ризықты кішірейту арқылы соны түсінеге. Сіздерге видео пайдалы болды деген ниеттемін. Ұнаса лайк, комментарий жазып өтіңіздер. Баршаларыңызға ассалаумалейкум.